Біз мына жақта жиналып алып бөлек отырмыз. Жігіттер қазір дайындалып жатыр. Әлі ешқандай ештеңе түсірмедім, себебі бізде өте көп адам. Қалай сіз көңіл-күйіңіз қалай? Керемет. Бүгін кімнің өнері мықты болады деп ойлайсыз? Айбек Сатаулет Тимур. Сізде 3 фаворит бар, иә? Сіз? Менің ойымша Еркеш, Шарияр. Қалайсың, Айжан? Саламатсыз ба? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы, Айжан. Тақырып байланысты не айтасың салт-дәстүрге? Салт-дәстүрге енді мен өзім көп салт-дәстүрді біле бермеймін. Мысалы, мынаны қосу керек, алу керек деген ақылымды айта алмаймын, себебі оған толық білуім жетпейді оны. Негізі жалпы өзің дайынсың ба? Орамал тағу, сәлем салу, таңертең тұру дегенде. Жоқ, мен негізі ондайға дайын емеспін, ондай. Мәссаған, неге Садәулет ішінде жоқ? Ағыр кейін болады ғой. Сіз бүгін плакат көтеріп қолдау көрсетпейсіз демек. Қол қалап білмеймін. Иә, құрметті оқырман, таныстықтың қалай тоқтағанын немесе жалғасқанын білмейміз. Сол үшін бүгін эфирді жібермей қараңыздар. Әсіресе Садәулет шыққан кезде Заринаның эмоциясын көріңіздер. Шынымен білмеймін қандай дайындық болады. Иә. Енді жоқ дегенде плакат көтеретін шығар, енді көреміз енді. Жалпы Самат барлығы орамалды алып тастау керек, сәлем салмайын деп жатыр, оған көзқарасың қалай? Салт-дәстүр ма? Жоқ, орамалды алып тастау керек дегенге ондай қатты қарсымын. Негізі бірақ өзімнің әулетімде жеңгелерім каждый өзінің үйінде орамалсыз жүреді. Той жиын жаңағыдай қонақасы болған кезде, әулетте жиналған кезде вот сол кезде киеді. Ақтөбеде жалпы салт-дәстүрді жақсы ұстанады. Жақсы ұстанады. Енді Өмірге өзім әлі дайын емеспін оған. Бірақ егер болашақта енді ер азаматым, мен жақсы көрген ер азаматым өстіп маған айтса, мысалы, болашақта ерте тұрып сәлем салу керек десе, онда істеуге қарсы емеспін. Егер ол маған жақсы жеткізсе, андай приказ беріп жеткізсе, онда ол да Болашақ жарым үшін барлығына дайынсың. барлығына емес, бірінші орынға өзімді қоямын. Всегда. Түсіргенде басқалар айтпаймын, өзімнің әулетім туралы айта аламын да, мысалы. Сондай той Жалпы сен жиындарда болашақ жарың болашақта болады ғой, енді сол келін болып түскенде орамалда сыртта да үйде де тағу керек. міндетті емес. Ал мен өте барлығына дайынмын дейді. Бізде сондай тура не ғой, бізде современный отбасы, міндетті емес. Бірақ та мен қалай что енді анам мен қызым күшті тату тәтті болған жақсы негізі. Там боксер бар.